қияметте Алла Тағаланы мойындамаған адамдардың біразын Алла Тағала мойындамаған адамдарды соқыр қылып тірілтеді екен. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى дейді. Қараңыздар. Қиямет күні біз оны соқыр қылып тірілтеміз дейді. Соқыр қылып тірілтеміз дейді. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Сол жерде жылайды екен ол адам. Раббым, неге мені соқыр қылып тірілттің? Мен дүниеде көзім көруші еді ғой деп. كَذَلِكَ جَاءَتْكَ آيَاتُنَا. Қараңыздар. Саған осындай біздің аяттарымыз келген еді. فَنَسِيتَهَا. Сен ол аятты көрмедің. Қараңыз, пайғамбарды мазақ қылдың. Өтірік дедің. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Сол күні сен көзсіз болдың дейді аятқа. Осылайша бүгін сен ұмытыласың дейді менің алдымда. Саған бүгін көздің не керегі бар деп айтады екен. Қараңыз. Мәңгі бақи тозақта соқыр қылып қояды екен Алла Тағала. Өйткені дүниеде соқыр болған. Біз толық Алланыкіміз. Бүкіл нығметтер Алланыкі.